Іздеуді бастауға дайынсыз ба? Толықтай дайынмын. Басқа уақыт кеңістіктер мен титандар бар деген ойдамын. Герас, Люкан, тыныш Китана, сен жаман жерде емессің. Не болып кетті өзі? Мен қайдамын? Үйіңнен жырақта, нақтырақ айтқанда басқа уақыт кеңістігіндесің. Не? Сонда сенде? Мен де уақыт сақшысымын. Сонда екеумізде бұл қалай болғаны? Кроникаға қарсы ұлы шайқас уақыт әлеміне үлкен залал тигізді. Соның әсерінен бір емес бірнеше уақыт кеңістіктері пайда болды. Бір ғана шайқас басталғанмен бірнеше уақыт кеңістігіне көбейді, және әр шайқастың нәтижесі әртүрлі. Бұл жақта уақыт сақшысы мен, ал сен жақта сен. Ал басқа уақыт кеңістіктерінде бәрі болуы мүмкін. Джейд, Синдел, тіпті Кано. Мысал келтіре берсек, оның шегі жоқ. Егер ол баста тек бір ғана уақыт кеңістігі болса, біз оның бір бөлігі болсақ, демек сен мен білетін Люкансың ба? Нағыз Шансунның аралында саған қарсы күрескен, сенімен күш біріктіріп Колизейде шайқасқан. Сыртқы әлемнің патшасы болған кезде сенің қуанышыңды бірге бөліскен. Не үшін тағдыр бізді әрдайым әр тарапқа жібереді? Біздің жай ғана бақытты болуымызға болмай ма? Ол жағын білмеймін. Бәлкім кез келген уақыт кеңістігінде соңында қосылатындықтан болар. Мені бұл уақыт әлеміне не үшін алып келгеніңді қазір ойлайтын болсам, бірақ мен сені жақсы білем. Бұл жерде жолығуымызға не түрткі болды? Саған асықпай бәрін түсіндіріп берем. Бірақ алдымен бізге барлық ескі достарымызды жинау керек. Шансун уақыт сақшысына айналып, титан күшіне ие болды ма? Кун Лао, ол барлық уақыт кеңістіктерінің нағыз дерті. Ол Люкан екеуінен басқа уақыт кеңістіктерінің бар екенін әзірге білмейді. Әзірге ол жағын уақыт келгенде білеміз. Мен Крониканы жеңгеннен кейін соғыс атаулыға нүкте қойдым деп ойлап едім. Бірақ бұл шайқас қайтадан басталмақ. Бізде басқа таңдау жоқ. Біз Шансунды тоқтатуымыз керек. Егер солай болса, мен өзімнің ақыл отостағы миллиондаған әскерімді алып келе аламын. Бәріңе рахмет, достарым. Ол осында. Люкан, өзіңе достар тауып алыпсың ғой. Жай ғана достар емес, титандар де. Мен ақмақ көресіңдер ме? Бұл жерде тұрған ешқайсымыздікі нағыз уақыт кеңістігі емес. Өз әлеміңе қайт, Шансун. Сенің бұл әрекетің уақыт-аралық кеңістікті бұзады. Әрине, жаныңа достарыңды жинап алып саған жан бітейін депті. Осы ісің үшін мен сенің уақыт кеңістігіңді толықтай жою үшін келдім. Басқа уақыт кеңістіктерінің бар екенін білген соң, олармен келісіп, өз қатарыма қосып жатырмын. Қазір ана құм сағатыңды құртып, сенің әлеміңді бұлбұлша ұшырамын. Содан кейін сені соңғы рет ләззатпен рахаттанып қинаймын. Қалай шайқасатындығыңды жақсы білем. Тек қана алдыға ұмтыласың. Солай де,
Қазір ендеше ойың дұрыс па жоқ па соны тексереміз. Китанамен күш біріктіріп шайқасуды әбден сағынып қалыппын. Қазір сендердің сүйектеріңді шашамыз. Таня барлық уақыт кеңістіктерінде жауыз ба? Мысалы, менде солай. Саған менің әлемімдегі Таняны көру керек. Ол әлдеқайда жақсы. Егер бұл шайқаста аман қалсақ, қуана көремін. Шан Цунның сендерге көмектескені осы ма? Ал жақсылап сезін. Лю Кан! Оларды дереу тоқтатуымыз керек. Егер құм сағаты сынса, бұл әлем бір жолата жойылады. Қане, түрегел достым. Бұл шайқастың нәтижесі бір, сенің әлемің жойылады қазір. Көп ұзамай, жаның азапталады. Маған сенің былшылдаған сөздерің қызық емес. Мен сенен де жауыз көшірмелерімді жеңгем. Өз уақыт әлеміңе қайтқаның дұрыс болады, бауырым. Уақытымыз тым аз қалды, қазір құм сағаты сынады. Ендеше тезірек қимылдауымыз керек. Жақсы тәрбиелі қыз болыңдар және мыналарды өлтіріңдер. Қалағаның болсын, Шан Цун. Китана екеуміз оларды бір жақты қыламыз. Сен құм сағатына бар. Құп болады. Жарты бас, қолыңнан келмейді бәрібір. Бұлардың қайсысы жауыз білмей тұрмын. Не деген қорқынышты әрі жеркенішті еді. Бұл құбыжықтар бұл шайқастан бәрібір аман қалмайды. Сендер секілді Шан Цунды да өлім күтіп тұр. Бұнымен еш нәрсе біткен жоқ, Лю Кан. Керек кезде қол ұшын созғандарыңа рахмет. Біз бірге жеңіске жеттік. Шан Цун шегінгенмен ол әлі жеңілген жоқ. Ол әскер жинап қайта оралары анық. Тек бұл уақыт кеңістігіне ғана емес, басқаларына да шабуыл жасауы мүмкін. Оған шабуыл жасауымыз керек. Бізде басқа таңдау жоқ. Бізге қарсы жинаған барлық әскерінің көзін құрту керек. Толықтай келсем. Бірақ бұдан кейін Шан Цун өзіне серіктестер жинайтындығы анық. Мен сіздерді шақырғандай. Оның бұл жоспарын болдырмау керек. Басқа уақыт кеңістіктеріне өтіп, кішігірім әскер жинайық.
ешқайда қаша алмайсың, Шан Цун. Жасырына да алмайсың. Сенің әлемдерге қауіп төндіретін қара ниетіңді тоқтату үшін біз осында жиналдық. Және осы жерде бәріне нүкте қоямыз. Сен не? Шынымен де бұл шайқаста жеңіске жетемін деп ойлайсың ба, Лю Кан? Басқалай болмайды да. Себебі барлық уақыт кеңістіктерінің иелері тек әділдікті жақтайды, соны ұмытпа. Солай ма? Егер солың рас болса, мынаған қалай қарайсың? Жақсылап қара, Лю Кан. Мен саған қазір тозақтың не екенін көрсетемін. Ишак бас неме, ондай очкиді тек мен тағам. Бұл кино үшін бізге таста бермейді, сол өкінішті. Егер мына түріңді Бихайн көрсе, асылып қалар құрсын. Осы есіргенің жетер, өлетін уақытың келді.
Алға, Джонни қауымдастығы! Бергел бері жердің құрты. Маған қалдар. Шіркін, Люкан болмағанда ғой. Рахметтің қажеті жоқ. Бізде қазір уақытас, тезірек қимылдамаса. Сен Жексторнның кесірінен көзімнен айырылды. Мынау кім тағы? Жүрегім айнып кетті ғой мынаның түріне. Қане, Куанши, сыбағасын берейік. Test your might. Кәне бас аяғымды, Джонни, осылай абылжып жүргенде. Қанша маған еліктесең де, мен сияқты бола алмайсыңдар.
Тым көп қалған жоқ, Джонни. Соңымнан ер. Сенің әскерің күйреді, Шансун. Осымен бәрі бітті. Мен олай ойламаймын. Есіңде болсын, сиқыршы. Бұл жайттың бәріне өзің кінәлісің. Өзімшілдік пен өркөкіректік ешқашан жақсылыққа апарған емес. Сенің көзіңді құртпайынша біз тынышталмаймыз. Керісінше сендер жеңілесіңдер. Сен және сенің мына достарың. Сендердің көздеріңді құртқан соң, барлық әлемдер маған тиесілі болады. Сен қазір қиын жағдайдасың. Тізе бүк, сонда аман қаласың. Соны айтам, өзіңнен бірінші сұрап көр. Егер бізді Люкан жеңе алмаса, сен бізді қалай жеңбексің? Fight! Негізі, мұна мен таңдаулы атанып едім. Маған онда есімнің қажеті жоқ, бастысы ақысын төлесе болды. Қалайық, кәсіби нөмірім керек пе? Бәрі аяқталған соң, жақсылап есептесеміз. Рұқсат болса, мен мыналармен істі аяқтайын. Бұл малғындармен енді көріспеймін деген ойдамын. Шамасы бұған ешкім ақша төлемейтін сияқты. Уақыт кеңістігіне зақым тиді. Шансун енді жоқ. Сол үшін уақыт кеңістігі де жойылмақ. Қазір бұл жердің пашақ-пашағы шығады. Бұл жерден кетуіміз керек. Көмегіңе көп-көп рахмет, Джонни. Енді елге қайтқаның дұрыс. Көп ұзамай көрісеміз. Сендерге айтып тұрмын ғой, біз керемет локация таптық. Міне, қараңдаршы мынаған. Мына жердегі алуан түсті таулар сендерге сыртқы әлемді естеріңе түсірмей ме? Сене алар емеспін. Сонда сен шынымен біз Шансунды жеңгеніміз туралы бәріне айтпақсың ба? Жоқ, әрине. Студия бұны менің ойлап тапқаным деп ойлап жүр. Бірақ маған бәрібір, бастысы түсіруге қаражат бар ғой. Басты рөлде сен боласың ба сонда? Жоқ, мен бұл жолы режиссер әрі сценарист болам. Менің орын босататын уақытым келді жас әрі сымбатты жігіттерге. Білесіңдер ме, мен бәріңе рөл дайындап қойдым. Әрине, қарсы болмасаңдар. Біз бе? Киноға түсеміз бе? Енді басты рөлде емес, бірақ қалай айтқанда
жаман деп те айта алмайсың. Ниетіңе көп рахмет, Джонни, бірақ біз бұл фильмге түсе алмаймыз. Қой, Шен Рейден, күні ертең жас жігіттер қосылады. Бізге Вушиға қайтып бәрін дайындау керек. Жарайды, өмір өстесің. Ал, сен не дейсің, Қиялбек? Фильмге нағыз қылыш шебері керек. Сенен мықты қылыш жасатын актер жоқ шығар сірә. Негізі қуана қатысар едім. Бірақ қазір Тайыр әулеті қайтадан аяққа тұрып жатыр. Сол үшін оларға менің көмегім керек. Енді сенен сұрамасақ та болатын шығар. Сенің ешқашан бос уақытың болмайды. Дәл солай, Джонни Кейдж. Және сол себепті қазір кетуім керек. Сыртқы әлемге барып патшайымға көмектесесіз бе? Мелинаның жанында әкесі мен әпкесі бар. Оларға менің көмегім керек деп ойламаймын. Генерал мен сиқыршылар қазір түрмеде. Сол үшін уайымдаудың еш қажеті жоқ. Ендеше қайда бара жатырсыз? Мен тек жай ғана қорғанысты күшейткім келеді. Бихайнның бастамасымен Лин Куэй енді жер патшалығын күзетпейді. Ол бәріңе белгілі. Ал оның туған інісі Куайлян жаңа ұйым құру туралы шешім қабылдады. Ұйымның атын Ширайрю деп қоймақшы. Менің оған көмегім қажет. Біз сіздерге жәрдем бере аламыз ба? Әзірге жоқ. Бірақ уақыт келгенде көмектерің керек болар анық. Сол кезде сендерге өзім айтам. Бо ханым, тағамдарыңыз әдеттегідей дәмді. Сізге көп рахмет. Жылы лебізіңе көп рахмет. Ал ендеше кештерің жақсы өтсін. Және бәріңе алғысым шексіз. Жер патшалығының нағыз чемпиондары мына өздерің. Жоқ, Люкан, керісінше саған рахмет. Сенің арқаңда біз өміріміздің нағыз мәнін таптық. Мен де қуаныштымын. Ендеше мырзалар, егер астарын ішіп болсаңдар, шешілмеген бір мәселе қалды. Мына шөпті кім жабат? Әрине мен емес. Мен әлі күнге дейін Сентоның ақшасын күтіп жүрмін. Сонымен Такахаши, менің қарызымды қашан қайтармақсың? Негізінде оны сен маған тегін бергенсің. Айналайын, дұрыстап қара. Қазір тегін деген дүние бар ма? Ендеше Кунлао төлесін. Не үшін мен төлейін? Енді фермерлерде әрдайым ақша болады. Құрыңдар, төлемеймін. Ендеше келіңдер. Қазақтың ұлттық ойынын сулифамен шешеміз. Ал ол тағы қандай ойын? Әлемдер қауіпсіздікте. Мынаған қараңдар, әлі де болса өмір сүргісі келеді. Соңына дейін талпынып жатыр. Бүгін барлығы да ерлікпен соңына дейін шайқасты. Егер мен мынаның бәрін өз көзіммен көрмегенде, бәрін жоққа шығарушы едім. Әртүрлі уақыт кеңістіктерінен әртүрлі әскерлер келіп шайқасты. Қан, өлім, қарған. Дәл солай, лорд Хавик. Шайқас тез аяқталды. Сол жағы өкінішті. Келесі жолы бұлай аяқталмайды.